Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен сникерс пирогының рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар, ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Қамырын жасау үшін бізге бір жұмыртқа, ерітілген сары май, оның үстіне қант салып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Одан кейін какао ұнтағы мен қопсытқышымызды бір кеңірек ыдысқа салып, оның үстінен ұнымызды електен өткізіп аламыз. Барлығын жақсылап қасықтың көмегімен араластыратын боламыз. Осы ұнымызды жұмыртқалы массаның үстіне салып, қамыр жасаймыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырды диаметрі 22 сантиметрлік формаға жақсылап орналастырамыз. Қамырымызды формамызға жақсылап орналастырып алдық. Енді осыны тоңазытқышқа салмасын дайындағанша қойып қоямыз. Бізге салмасына вареный сгущенка керек. Сапасы жақсысын алуға тырысыңыздар. Егер сапасы нашарын алсаңыздар, сгущенка піскен жағдайда езіліп кетуі мүмкін. Одан кейін арахисімізді қолданамыз. Екеуін жақсылап араластырып, қамырымыздың үстіне ақырындап жайғастырамыз. Салмасы салынып болды. Енді осыны 180 градуста 30 минут пісіріп алдық. Енді шоколадты ганажымызды жасаймыз. Ол үшін бізге описанияда жазылған 90 грамм шоколад пен 50 грамм майымызды алып, жақсылап араластырып, үстіне арахисімізді салып, суыған пирогымыздың үстіне ақырындап құйып шығамыз. Мен шоколадты ганажды көргендеріңіздей водяной баняда еттім. Неке менің пирогым дайын болды, суып. Енді кесіп ортасын көрсететін боламын. Өте дәмді болып шықты. Шаймен сұққанға өте керемет пирог. Жасап көріңіздер, ас болсын. Егер видеом ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.